Microsoft Excel негіздері құжатты сақтау. Алдыңғы сабақта біз ашқан құжатымыз, соған белгілі бір өзгерістер енгізейік. Мысалы, ұяшықтарға қарапайым сандарды жазып қойық. Енді осы өте құнды ақпаратымызды жоғалтып алмас үшін әрине оны сақтауымыз керек. Сақтаудың әдеттегідей бірнеше жолы бар. Ол файл сохранить батырмасын басу, немесе мына дискетаның иконкасы тұрған батырманы басу. Осы батырмада көрсетілген жылдан батырманы қолдануға да болады. Ол жерде Ctrl батырмасын басып тұрып, S батырмасын басу керек деген нұсқаулық бар. Солай істеп көрейік. Ctrl батырмасын басып тұрып, S батырмасын басамыз. Бізде құжатымыз алғаш рет сақталайын деп тұрғандықтан бізде осындай терезе ашылды. Бұл жерде біз не істей аламыз? Бұл жерде біз өзіміздің құжатымыздың атын өзгерте аламыз. Мысалы, книга емес, кітап деп жазып қойық. Сонымен қатар оның сақталу орнын көрсете аламыз. Үнсіз келісім бойынша бізде OneDrive-ке сақталсын деген мүмкіндік таңдалып тұр екен. Оны өзгерту үшін біз осы батырманы басып таңдаймыз. Мысалы, жұмыс үстеліне сақталсын. Барлық таңдаулар жасалғаннан кейін сохранить батырмасын басамыз. Бұндай терезе тек бірінші рет сақтаған кезде ғана пайда болады. Мысалы, қазір мен құжатқа белгілі бір өзгерістер енгізсем, кейін сақтау батырмасын басатын болсам, онда сол біз жаңа ғана сақтап қойған файлға өзгерістер сақталды. Бірақ қосымша ешқандай диалогтық терезе пайда болған жоқ. Енді біз өзіміздің жұмыс үстелімізге қарайтын болсақ, осы жерде біздің кітап атауымен сақталған файлымыз тұр. Егер сіз үнсіз келісім бойынша файлыңызды OneDrive-ке емес, басқа бір жерге, немесе өзіңіздің компьютеріңіздегі белгілі бір папкаға сақтағыңыз келсе, онда келесідей әрекетті жасау керек болады. Файл, другие, ішінде параметры деген бөлік бар, басамыз. Осы жерде көптеген баптаулар жасауға болады. Бізге сохранение бөлігі қызықтырады. Осының ішінде по умолчанию сохранять на компьютере деген бөлікке белгіше қоюымыз керек. Және де қай жерге сақтағымыз келеді. Дәл қазір бізде Documents папкасы таңдалып тұр екен. Оны өзгерткіңіз келсе, осы жерде белгілі бір папкаңызды таңдайсыз. Кейін OK батырмасын бассаңыз, сізде құжатыңыз әркез алғаш рет сақталған кезде осы таңдаған папкаңызға сақталатын болады. Осы сақтауға қатысты тағы да бір баптауларды қарайтын болсақ, осы жерде автосохранение деген бар. Яғни сіз Ctrl-S немесе басқа да сақтау батырмасын арнайы баспасаңыз да, бағдарлама өздігінен әрбір 10 минут сайын осы жердегі баптау бойынша құжатыңызды сақтап отырады. Осы интервалды азайтуға болады, немесе көбейтуге болады. Ол не үшін керек? Егер жоспардан тыс бағдарламаңыз өшіп қалса, яғни жабылып кетеді, компьютеріңіз істен шығып қалады, қуаты таусылып қалады, немесе тоқтан ажырап кетеді, тағысын тағы. Сондай кезде сіздің құжатыңызды соңғы сақталған нұсқасы, оны сіз немесе өзіңіз, немесе бағдарлама автоматты түрде сақтаған нұсқасын сізге ұсынатын болады. Ол нәрсе сіз жұмыс істеп жатқан кезде ақпараттың жоғалуын мейлінше азайтады. Дәл қазір бір тәжірибе жасап көрейік. Мен құжатқа белгілі бір өзгерістер енгіземін де, оны сақтамастан тапсырмалар диспетчері арқылы осы бағдарламаны жауып тастаймын. Кейін осы файлымызды қайтадан ашқан кезде қандай интерфейс көретінімізді байқап көрейік. Біздің бағдарламамыз сақталусыз жабылды. Құжатымызды ашып көрейік. Көріп отырғандарыңыздай, сақталу дұрыс жүзеге аспағандықтан бізде восстановление документа деген бөлік пайда болды. Және де осы жерде бізде екі түрлі нұсқасы бар. Мынау соңғы нұсқа, және де тағы да
исходный, яғни ең алғашқы нұсқасы. Көріп отырғандарыңыздай, мынау нұсқада бізде соңғы енгізілген өзгерістер сақталып қалған. Бірақ мен ол өзгерістерді арнайлап сақтамаған болатынмын. Бұл авто сақтау жүйесінің жұмыс істеуі. Осы жерден біз өзімізге қажетті нұсқамызды таңдап, сол файлмен ары қарай жұмыс істеп кете береміз. Осындай жағдайдан кейін сіз көріп отырсаңыздар, біздің файлымыздың аты өзгеріп кетті. Біздің файлымыз енді кітап жақшаның ішінде version 1 деп тұр. Сонымен қатар бұл автоматты түрде қалпына келтіргені туралы хабарлама бар. Сондықтан біз файлымызды сақтауға тырысқан кезде ол бізге қайтадан өзін сақтауды сұрайды. Жаңа файл ретінде. Оның аты алдын ала берілген, өзгерте аласыз. Және де сақтап, енді сол файлмен жұмыс істей бересіз. Бұл жағдай тек қана тырнақшаның ішінде апаттық бір сөну болған кезде, және де сол арқылы сіз өзіңіздің файлыңызды қайттан қалпына келтірсеңіз ғана пайда болады. Көшірмеге қатысты тағы бір ақпарат. Біз білеміз, файлға қанша өзгеріс енгізіп, оны сақтасақ, бәрібір сол бір файлдың ішінде қайта-қайта сақтала беретін болады. Ал егер бізге файлдың көшірмесін алу керек болатын болса, онда біз файл сохранить как бөлігіне барамыз да, жаңадан басқа бір орын немесе дәл сол орынға сақтағымыз келсе, атын өзгертіп сақтау керек. Мысалы, көшірме деген сөзді қосып жазып қойық. Сақтайық. Енді бізде жұмыс үстелінде өзіміздің кітап бастапқысы және де оның автоматты қалпына келтірілген түрі, сонымен қатар оның көшірмесі де сақталған. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.